Баршаңызға қайырлы күн, Бауырсақ ТВ каналына қош келдіңіз. Бүгін біз қамыры жұмсақ үгітіліп тұратын песочный самса әзірлеу құпиясымен бөлісеміз. Арнамыздан алыстамай, видеоны соңына дейін көріңіз. Бұл әдіспен жасалған самсаңыз көңіліңізден шығады деген ойдамын, өте дәмді болып шығады. Менімен бірге әзірлеп көріңіздер. Барлық қажетті заттарды видеоның астына описание бөліміне жазып кетемін. Ең алдымен қамырын илеп аламыз. Ол үшін үлкенірек тегешке 500 грамм ұнымызды салып аламыз. Үстінен салқын, туралған сары майымызды салып, крошка қылып үгітіп аламыз. Жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін арнамызға тіркеліп қоңырауды басып қойыңыз. Крошка қылып үгітілген ұнымыздың үстінен шым-шым тұз, дүкеннің 10-15% қаймағынан 100 грамм қаймақ және 2 жұмыртқа саламыз. Жұмыртқамыздың әрқайсының салмағы 60 граммнан болуы қажет. Барлығын қосып, араластырып, қамырын илеп аламыз. Менде қаймақ пен жұмыртқаны қосқан сәтім видеоға түспей қалыпты. Келесі жолы міндетті түрде дұрыстап толық түсіріп көрсететін боламын. Иленген қамырымызды целлофанға салып, 30 минут тоңазытқышқа қоямыз. Қамырымыз тоңазытқышта тұрған уақытта салмасын әзірлеп аламыз. Пиязымызды ұсақтап турап аламыз. Арнамызға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Алдын ала пісірілген картобымызды да ұсақтап турап аламыз. Турап алған пиязымыздың үстіне саламыз. Оған фаршымызды қосып, ұнатқан дәмдеуіштеріңізді салып, араластырып аламыз. Мен қара бұрыш пен тұз қостым. Барлығын қолымызбен мытып, дұрыстап араластырып аламыз. Егерде етіңіз нығыз болатын болса, кішкене су қосып жіберсеңіз болады. Салмамыздың тұздылығын таза саусағымызды матырып, дәмін көруімізге болады. Тоңазытқыштан қамырымызды алып, біркелкі бөліктерге бөлетін боламыз. Бөліктерге бөлу ыңғайлы болу үшін сопақша етіп жайып алдым. Бөлген бөліктерімізді жұқа етіп 3-5 мм-ға дейін жайып аламыз. Бір жақ шетіне қарай салмасын салып, видеодағыдай етіп түйіп аламыз. Түйген уақытта ашық жерлері қалып қоймасын, ішіндегі салмасы шашылып немесе майы ағып, формасын бұзбасы үшін дұрыстап барлық жерін түйуіміз қажет. Барлығын түйіп алған соң пешіміздің табағына арасын алшақ етіп тізіп аламыз. Піскен соң әдемі болып көріну үшін бір жұмыртқаны жарып, бетіне жағып шығамыз және күнжіт дәндерін сеуіңізге болады. Бірақ бұл өзіңіздің қалауыңыз бойынша жақпасаңыз да болады. «180 градус қызып тұрған пешімізде 20 минут пісіріп аламыз. Дәмі тіл үйіретін самсамыз дайын, сіздер де әзірлеп көріңіздер. Өкінбейсіздер, өте дәмді болып шығады. Ас болсын.